Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Жанна. Бүгін сіздермен 10 қуырдақтың рецебімен бөлісетін болам. Бұл тағамды әркім әрқалай айтады, нан палау, нан қуырдақ деп. Ал негізі бұны Монғолияда көп жасайды. Ол жақта бұл тағам цуйван деп танылған. Барлық қажетті заттарды видеоның астында описанияда қалдырып кететін болам. Видеоны менімен бірге соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қызып тұрған табамызға сұйық май құйып, қыздырғаннан кейін үстіне осылайынан майдалап туралып алған етімізді саламыз. Менде сиыр еті, сіздер қалауларыңыз бойынша жылқы еті, қой етін қолдансаңыздар болады. Кішкене қуырылғаннан кейін бетіне пиязымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді дәмі бойынша тұз, қара бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз, жай отта. Сол арада енді тестасын жасаймыз. Ыдысымызға жұмыртқа салып, дәмі бойынша тұз салып, су құйып, барлығын жақсылап осылайынан араластырып, ұн салып, жақсылап, әдемілеп қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде шыны керек, мен барлығын көз мөлшерімен жасаймын, бірақ та сіздер үшін арнайы описанияда қажетті заттарды барлығын граммен жазып кететін боламын. Міне біздің тестамыз дайында болды десек болады. Енді бетін жауып 15-20 минутқа тестамызды тындырып қойып қоямыз. Сол арада біздің етіміз міне 20 минуттай пісті, қуырылды, отын жай басып, үстіне қайнаған су құйып, 1-1,5 сағаттай пісіреміз. Етін толық пісіреміз. Мінекей менде ет осылайынан пісті, 1 сағатта жақсы пісіп шықты. Етіміз пісіп қалдау дегенде үстіне сәбізімізбен тәтті персімізді салып, тағы да астын жай отта қойып қоямыз. Енді біздің қамырымыз 20 минуттай тұрды, енді жақсылап нанды жаятын боламын. Қамыр өте жұмсақ, әдемі болып шыққан. Кәдімгі ет асқанда жаңа нан елестер ғой, тура сондай болып шығады, және тура солайынан жайып шықсаңыздар болады. Мінекей, осы арада мен сіздерге нанды қалай тез жаю әдісімен бөлісім келіп тұр. Оны менің өзімнің мамам үйреткен болатын. Осылайынан қамырды көп мөлшерде ұн салып, екі шетін осылайынан дәл видеода көрсеткендей жасап, екі шетінен екі ұшын осылайынан әдемілеп жайып шығамыз. Оқтаймен қатты басып жайып, одан кейін ашып, қайтадан осылайынан жаямыз. Осыны 1-2 рет қайталасаңыздар, осындай үлкен теста сіздерде тез шығады. Қатты мантыға, мысалы қатты нан илейміз ғой, нан жаямыз ғой. Сол кезде де осы тәсіл менде көп көмектеседі. Тестамызды болдық, енді осылай видеода көрсеткендей мен жақсылап 4-ке бөліп алдым. Кішкене камерамен ыңғайсыздау болып қалды. Мінекей осылайынан 4-ке бөліп алдым. Бұл бізде нанымызды құрғатқанға, кептіргенге жақсы болады. Қамырды мен қызып тұрған табаға салдым. Жай отта тұрған табамызға қамырды осылайынан қоямыз. 1 минут қана бір уақыт кетеді. Осылайынан ақ боп көтеріле бастағанда, уже арғы бетін аударып, оны да солайынан қойып аламыз. 1 минуттай уақыт кетеді. Екі бетін жақсылап осылайынан қызып тұрған табада кептіріп аламыз. Мінекей менде барлығы дайын, 4-еуінде осылайынан кептіріп алдым. Енді жақсылап орап, рулет сияқты қылып, жақсылап, әдемілеп, майда қылып турап шығамыз. Майда қылып осылайынан кескенде бізде бұл тағамда өте әдемі көрінеді және дәмді де болып шығады. Дәл осылай видеода көрсетілгендей кесіп шықсаңыздар болады. Бұл кептірілген қамырдың дәмі өте ерекше болып шығады екен. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер, сіздердің тағамдарыңыз өте керемет болып шығады. Міне біздің етіміз, сәбіз переціміз бәрі пісті. Бетіне жаңағы дайын лапшаны салдым. Қозғамаймыз, араластырмаймыз, сразу осылайынан кішкене жайып қойып қоясыздар.
Одан кейін бетін жауып 15 минутқа пісіресіздер. Бұл жаңағы еттің суымен өзі осылайынан пісіп шығады. Міне менде 15 минут өтті. Енді араластыруға болады. Пісті десек те болады. Иісі өте керемет. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздерші. Дәмді болып шығады. Маған және менің жолдасыма қатты ұнады. Мен бұл тағамға ғашық болдым десе де болады. Өте дәмді шықты. Иісі қандай керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видеоны соңына дейін көрсеңіздер, комментарий қалдырып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанна, сау саламат болыңыздар.